Күн еңкейіп бара жатқан шақ. Саябақ іші сарғайған жапырақтардың сыбдырына толы. Адамдар өз тіршілігімен асығып жүр. Бірі балаларын жетектеп, бірі телефонға үңіліп, бірі жай ғана серуендеп келеді. Ал дәл сол саябақтың ортасында, ескілеу ағаш орындықта бір қарт адам күн сайын дәл бір уақытта келіп отырады. Ол ешқашан кешікпейді. Сағаттың тілі алдыға жақындағанда қарттың сұлбасы алыстан көрінеді. Қолында таяғы, үстінде ескі пальтосы, басында көнерген қалпағы бар. Ол баяу басып келеді, сол бір таныс орындыққа жақындағанда бір сәтке тоқтап, терең дем алады. Сосын жайлап отырып, жанындағы бос орынға көз тастайды. Сол бос орын өзгелерге жай ғана бос кеңістік. Бірақ қарт үшін ол біреудің орны. Кейде жанынан өтіп бара жатқан адамдар оған қызыға қарайды. Біреулер іштей аяйды, біреулер түсінбей бас шайқайды. Ал батылы жеткендер тоқтап сұрақ қояды. Ата, неге жалғыз отырсыз? Қарт әрдайым бірдей жауап береді. Жай ғана күлімсіреп. Мен жалғыз емеспін, ол тек кешігіп жүр дейді. Бұл сөздерді айтқанда оның көзінде бір түрлі жылылық пайда болады. Сырттай қараған адам оны жай ғана үмітпен өмір сүріп жүрген қария деп ойлауы мүмкін. Бірақ оның жанарында тек үміт емес, терең бір сағыныш, тіпті ауыр бір естелік жатқанын аңғару қиын емес. Ол кейде жанындағы бос орынмен сыбырлап сөйлеседі. Еріндері білінер-білінбес қимылдайды. Кейде басын изеп, біреудің сөзін тыңдап отырғандай болады. Тіпті анда-санда күліп те қояды, баяу, жылы күлкі. Сырт көзге бұл сәл оғаш көрінеді. Балалар оны байқап қалады. Олар аналарына сыбырлап, «Мама, ана ата біреумен сөйлесіп отыр ма?» деп сұрайды. Ал аналары оларды жетектеп алып кетеді. «Қарама, балам жай ғана қарт кісі». Бірақ шын мәнінде ол жай ғана қарт кісі емес еді. Кейбір күндері ауа райы бұзылады. Жел күшейіп, жаңбыр себелейді. Саябақ босап қалады. Бірақ сол күндері де қарт келеді. Оның пальтосы суланып, қалпағынан тамшылар ағып тұрса да, ол бәрібір сол орындыққа отырады. Жанындағы бос орынға тағы да көз тастайды. Қолын созып, орындықтың бос бөлігін ақырын сипап өтеді. Сол сәтте оның жүзіндегі күлкі бір сәтке жоғалып кетеді. Орнына мың келеді. Бірақ ол мыңды ешкім көрмейді, себебі жанында ешкім отырмайды. Бір күні саябаққа жиі келетін жас жігіт қартқа жақындап, оның қасына отырады. Біраз үнсіздік орнайды. Сосын жігіт шыдай алмай сұрайды. «Ата, шынымен біреуді күтіп отырсыз ба?» Қарт жігітке қарап, баяу жымиып, «Иә, көптен бері күтіп жүрмін» дейді. «Ол адам келмей ме?» Қарт бір сәт үнсіз қалады. Көзін алыстағы ағаштарға қадап, «Кейде кешігу келмеумен тең болады, балам» деп сыбырлайды. Жігіт бұл сөздердің мағынасын толық түсінбейді. Бірақ бір нәрсені сезеді, бұл жерде жай ғана күтуден әлдеқайда терең бір нәрсе бар. Сол кеште қарт әдеттегіден ұзақ отырды. Күн толық батып, саябақ шамдары жанғанда да орнынан тұрмады. Ол тағы да жанындағы бос орынға қарады. Және баяу ғана айтты. «Бүгінде кешіктің». Оның даусында реніш жоқ еді. Тек шексіз сағыныш бар еді. Сол сәтте жел көтеріліп, жапырақтар сыбдырлап өтті. Қарт көзін жұмып, сол дыбысты тыңдады. Бір сәтке оның жүзі тынышталып, тіпті бақытты көрінді. Себебі ол үшін бұл жай ғана жел емес еді. Бұл біреудің сыбыры сияқты естілетін. Келесі күні де бәрі солай басталды. Күн баяу еңкейіп, саябақтағы ұзын көлеңкелер созылып жатты. Қарт тағы да дәл уақытында келді. Бірақ бүгін оның жүрісі әдеттегіден сәл ауыр көрінді. Таяғына көбірек сүйеніп, баяу қадамдап келе жатты. Орындыққа жеткенде ол тағы да бір сәтке тоқтады. Бұл оның өзгермейтін әдеті. Сол қысқа ғана сәтте ол өткенге оралатындай. Сосын жайлап отырып, жанындағы бос орынға тағы да көз тастады. «Кешікпедің бе бүгін?» деді ол баяу ғана. Жауап жоқ. Бірақ ол бәрібір тыңдап отырғандай басын изеді. Сәлден кейін кеше келген жас жігіт тағы да көрінді. Ол алыстан қартты байқап, бір сәт ойланып тұрды да, ақыры оған қарай бет алды. Бүгін ол жай ғана өтіп кеткісі келмеді. «Сәлеметсіз бе, ата?» деді ол жақындап. «Келдің бе, балам?» деді қарт оған қарап жымиып. Жігіт қасына отырды. Әдеттегідей, қарттың жанындағы орынның жартысы бос қалды.
Жігіт бұл жолы сол бос орынға қарамай, тура қартқа қарап сөйлесті. Кеше айтқаныңызды түсінбедім. Кімді күтіп жүрсіз? Қарт терең дем алды. Бір сәт үнсіз отырды. Жел баяу соғып, ағаш жапырақтарын сытырлатты. Сол дыбыс қарттың ойын қозғағандай болды. Бұл орындық бұрын бос болмайтын, деді ол ақырын. Жігіт үндемей тыңдап отырды. Біз осында күн сайын келетінбіз. Дәл осы уақытта. Ол әрдайым менен ерте келетін, мені күтіп отыратын. Қарттың дауысы жұмсарып кетті. Мен кейде кешігетінмін. Ал ол ешқашан ренжімейтін. Тек күліп, мен сені күтуді жақсы көремін дейтін. Қарт жанындағы бос орынға тағы бір қарап қойды. Бұл жолы оның жанарында тек сағыныш емес, тірі естеліктердің жылуы бар еді. Бір күні бәрі керісінше болды, деді ол. Жігіт сәл еңкейіп сөзін бөлмей тыңдай түсті. Сол күні мен ерте келдім. Өте ерте. Бір түрлі ішім алай-дүлей болып тұрды. Неге екенін білмеймін. Орындыққа отырып, оны күттім. Қарттың қолы сәл дірілдеді. Ол таяғын қыса ұстап алды. Ол келді, бірақ баяу келді. Әдеттегідей емес, жүзінде күлкі жоқ еді. Мен сұрадым, не болды деп. Ал ол жай ғана, ештеңе, шаршадым деді. Жел күшейіп, жапырақтар гүлдеп өтті. Қарт бір сәт көзін жұмып алды. Ол менің қасыма отырды, дәл осы жерге, деді ол, бос орынға ишара жасап. Қолымды ұстады. Бұрынғыдай жылы еді, бірақ бір түрлі әлсіз болды. Жігіттің жүрегі шым ете қалды. Біз ұзақ отырдық. Көп сөйлемедік. Кейде үнсіздік сөзден де ауыр болады екен, деді қарт. Бір кезде ол басын иығыма қойды. Қарттың даусы бәсеңдеп кетті. Мен ойладым, жай ғана демалып отыр деп. Мен оны мазаламадым. Тек жанында отырдым. Уақыт өткенін байқамадым. Ұзақ үнсіздік орнады. Кейін қарт тоқтап қалды. Даусы дірілдеп кетті. Кейін оның қолы баяу суып бара жатқанын сездім. Жігіт демін ішіне тартып қозғала алмай қалды. Ол кезде ғана түсіндім, деді қарт сыбырлап. Ол менің қасымда, дәл осы орындықта кетіп қалды. Жел бір сәтке тына қалды. Саябақ іші ауыр тыныштыққа батып кеткендей болды. Қарт көзін төмен салды. Мен кешігіп қалдым, балам, деді ол ақырын ғана. Оның соңғы сәтінде не айтқысы келгенін тыңдай алмадым. Жігіт не айтарын білмей қалды. Бұл енді жай ғана оқиға емес еді. Бұл адамның жүрегінде қатып қалған уақыт болатын. Қарт тағы да жанындағы бос орынға қарады. Бұл жолы оның жанарында үміт емес, кешірім сұрағандай бір сезім бар еді. Содан бері мен оны күтудемін, деді ол. Әр күн дәл осы уақытта. Неге? Деп сыбырлады жігіт. Қарт баяу жымиып. Себебі ол мені ешқашан күттірмейтін. Енді мен оның орнын толтыруым керек, деді. Күн толық батып, шамдар жанды. Жігіт орнынан тұра алмады. Ол қарттың жанында отырып, алғаш рет бос орынның жай ғана бос емес екенін түсінді. Ал қарт баяу ғана бос орынға еңкейіп. Мен бүгін ерте келдім, көрдің бе? Деп сыбырлады. Сол сәтте жел тағы да сыбдырлады. Жігіт бұл жолы анық естігендей болды. Біреу шынымен жауап бергендей. Сол күннен кейін жас жігіттің өмірінде бір нәрсе өзгерді. Ол енді саябаққа жай ғана серуендеу үшін келмейтін болды. Күнен келген сайын ішінде бір белгісіз тартылыс пайда болатын. Бір күш оны сол орындыққа, сол қарттың жанына алып келетін. Бүгінде солай болды. Аспан бұлттанып, ауада жаңбыр иісі сезіліп тұрды. Саябақта адам аз. Бірақ қарт әдеттегідей орнында отыр. Жанында сол бос орын. Жігіт жақындап келді. Бұл жолы ол үнсіз ғана келіп қарттың қасына отырды. Екеуі де бірден сөйлеспеді. Тек желдің дыбысын тыңдап отырды. Сен бүгін ерте келдің, деді қарт бір кезде. Иә, деді жігіт. Білмеймін неге, бірақ келгім келді. Қарт жай ғана жымиып қойды. Бірнеше секунд үнсіздік өтті. Сосын жігіт күтпеген жерден сұрақ қойды. Ата, сіз өзіңізді кінәлі сезінесіз бе? Қарттың жүзі бір сәтке өзгеріп кетті. Ол сұрақты күткендей болды, бірақ жауап беруге бәрібір ауыр еді. Иә, деді ол бірден. Әр күн, әр минут.
Ол жанындағы бос орынға қарады. Мен оның соңғы сөздерін естімедім, деді ол баяу. Мүмкін ол менімен қоштасқысы келген шығар. Мүмкін бірдеңе айтқысы келген. Ал мен жай ғана отырдым. Қарттың қолы тағы да дірілдей бастады. Кейде ойлаймын, егер сол сәтте оны тоқтатып сөйлескенімде бәрі басқаша болар ма еді. Жігіт басын төмен түсірді. Бұл жауапсыз сұрақ еді. Сол сәтте алыстан найзағай жарқ етті. Аспан күркіреп, жаңбыр тамшылары тама бастады. Адамдар саябақтан асығыс кетіп жатты. Ата, жүріңіз, жаңбыр күшейеді, деді жігіт. Бірақ қарт орнынан қозғалмады. Жоқ, мен кете алмаймын, деді ол жай ғана. Неге? Қарт баяу ғана бос орындыққа қолын қойды. Себебі ол жаңбырды жақсы көретін, деді. Жаңбыр күшейе түсті. Тамшылар орындықты, ағаштарды, жерді тарсылдатып ұрып жатыр. Бірақ қарт орнынан тұрмады. Ол көзін жұмып жаңбыр дыбысын тыңдап отыр. Біз бір күні дәл осындай жаңбырда отырғанбыз, деді ол. Ол күліп, қарашы, әлем жылап тұр. Біз бақыттымыз, деген еді. Қарттың ерні дірілдеп кетті. Ал енді әлем әлі жылап тұр, тек біз жоқпыз. Жігіт бұл сөздерді естігенде жүрегі ауырлап кетті. Сол сәтте бір нәрсе өзгерді. Жігіт кенеттен жанындағы бос орынға көз тастады. Бұрын ол жай ғана ағаш орындық көрінетін. Бірақ қазір жаңбыр астында әлде бір елес тәрізді қозғалыс бар сияқты. Әлде бұл көзге елестеу ме? Ол көзін сығырайтып қарады. Жаңбыр тамшылары арасынан бір сәтке әйелдің силуэті көрінгендей болды. Ақырын ғана отырғандай. Жігіттің тынысы тарылды. Ата, деді ол сыбырлап, сіз көріп тұрсыз ба? Қарт көзін ашты. Бірақ ол жігіт қараған жаққа емес, өзіне таныс бір нүктеге қарады. Иә, деді ол, тыныш ғана. Мен оны күнде көремін. Жігіттің денесі тітіркеніп кетті. Бұл мүмкін емес. Қарт басын шайқады. Кейбір нәрселер мүмкін емес сияқты көрінеді. Бірақ жүрек үшін олар шындық, деді. Жаңбыр одан сайын күшейді. Бірақ қарт пен жігіт орнынан тұрмады. Сен де сездің бе? Деп сұрады қарт кенет. Жігіт жауап бере алмады. Бірақ ол өтірік айта алмады. Иә, деді ақыры. Қарттың жүзінде алғаш рет жеңілдік пайда болды. Демек ол әлі де осында, деді ол баяу. Сол сәтте жел соғып, ағаш бұтақтар шайқалды. Жаңбыр арасынан бір нәзік сыбыр естілгендей болды. Жігіт анық естіді. Кешіккен жоқсың. Ол селк ете қалды. Көзін жанындағы бос орынға тікті. Бірақ ешкім жоқ. Тек жаңбыр және бос орындық. Жігіт қартқа қарады. Қарт жымиып отыр еді. Бірақ оның көзінен жас ағып жатты. Ол кешірді ме? Деп сұрады қарт сыбырлап. Жігіт не айтарын білмеді. Бірақ жүрегімен бір нәрсені түсінді. Иә, деді ол ақырын. Қарт көзін жұмды. Жаңбыр астында оның жүзі тынышталып кетті. Көп жылдан бері алғаш рет. Бірақ бұл тыныштықтың артында бір өзгеріс келе жатқандай еді. Себебі кейде кешірім соңғы қоштасудың бастамасы болады. Келесі күні саябақ ерекше тыныш еді. Ауа тап-таза, жаңбырдан кейінгі салқындық сезіледі. Жапырақтар жуылып, бұрынғыдан да айқын көрінеді. Бірақ бүгін бұл жердің тыныштығында біртүрлі бос сезім бар еді. Жас жігіт әдеттегіден ерте келді. Ол асығыс жүріп сол таныс орындыққа қарай бет алды. Ішінде бір белгісіз алаңдаушылық бар. Кеше болған оқиға оның санасынан кетпеді. Кешіккен жоқсың? Бұл сөздер әлі де құлағында жаңғырып тұр. Орындыққа жақындағанда ол бірден тоқтап қалды. Бос? Қарт жоқ. Жігіт жан-жағына қарады. Мүмкін әлі келмеген шығар деп ойлады. Ол орындыққа барып отырды. Қарт әдетте отыратын жаққа емес, бұл жолы дәл ортасына отырды. Бір сәтке өзін ыңғайсыз сезінді, өйткені бұл орындықта әрдайым бір орын тиесілі болатын. Уақыт баяу өтті. 5 минут, 10 минут, жарты сағат. Қарт келмеді. Жігіттің іші алай-түлей болды. Ол алғаш рет қарттың кешіккенін көріп отыр. Бұл мүмкін емес, деп сыбырлады ол. Сол сәтте артынан әлдекімнің даусы естілді. Сен де оны күтесің бе? Жігіт жалт бұрылды.
Артында саябақ күзетшісі тұр екен. Кімді? Деді жігіт түсінбей. Күзетші орындыққа қарап, осы жерде отыратын қарияны деді. Иә, деді жігіт тез. Ол қайда? Бүгін неге келмеді? Күзетші бір сәт үнсіз қалды. Сосын ауыр күрсінді. Сен білмейсің бе? Жігіттің жүрегі зу ете қалды. Нені? Күзетші баяу сөйледі. Ол кеше түнде қайтыс болды. Әлем бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Жоқ, деді жігіт сенбей. Мен оны кеше көрдім. Біз сөйлестік. Ол осында отырды. Күзетші басын шайқады. Кеше кешке оны осы жерден тапты, жаңбырдың астында. Ол дәл осы орындықта отырған күйінде кеткен. Жігіттің көз алды тұманданып кетті. Бұл мүмкін емес. Ол орындыққа қарады. Кеше ғана қарт отырған жер бүгін бос. Бірақ кенет жел баяу соқты. Жапырақтар сыбдырлады. Жігіттің жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Себебі ол жалғыз емес екенін сезді. Ол баяу жанындағы бос орынға қарады. Алғашында ештеңе жоқ сияқты. Бірақ сосын күн сәулесі арасынан екі әлсіз силуэт байқалды. Бірі қарт, екіншісі әйел. Екеуі қатар отыр. Әйел басын қарттың иығына қойған. Дәл сол баяғыдай. Жігіт демін ішіне тартып қозғала алмай қалды. Қарт басын бұрып жігітке қарағандай болды. Оның жүзінде бұрын соңды болмаған тыныштық бар еді. Сосын ол жай ғана жымиып басын изеді. Рахмет айтқандай. Жел тағы да соқты. Жапырақтар көтеріле ұшты. Жарық өзгерді. Ал келесі сәтте орындық қайтадан бос қалды. Жігіт ұзақ уақыт қозғалмай отырды. Көзінде жас. Бірақ жүрегінде ауырлық емес. Жеңілдік. Себебі ол бір нәрсені түсінді. Кейбір адамдар ешқашан кешікпейді. Олар тек біз түсінбейтін уақытта келеді. Жігіт баяу орнынан тұрды. Орындыққа соңғы рет қарады. Бұл енді жай ғана ағаш емес еді. Бұл махаббаттың, күтудің және кешірімнің куәсі. Сол күннен бастап кейде адамдар сол орындықтың жанынан өткенде бір сәтке тоқтап қалатын болды. Неге екенін өздері де түсінбейді. Бірақ кейде жел сыбдырында екі адамның тыныш күлкісі естілетіндей болады.